Таңдап алған тағдырым. Әйел жасы 30-дан асқан соң өзіне не керек екенін анық біледі екен. Мен де балалы болғым келеді деген ой басыма келген сәттен-ақ өз таңдауымды жасағанмын. Айттым, бітті. Мені алған бетімнен ешкім қайтара алмады. Себебі жылдар жылжып, самайыма ақ кіре бастады. Ал менің толыққанды отбасын құруға мүмкіндігім біртіндеп азайып бара жатты. Жұмыс бар, жеке пәтерім де бар. Тек бақыт жоқ. Күйіп жанған сезімнен бетім қайтқан. Менің мәнсіз өміріме енді тек аналық махаббат қана шуақ бере алатынын түсіндім. Сол күннен бастап мен үнемі бала жайлы ойлайтын болдым. Тіпті бұл ойдың бүкіл санамды шырмап алғаны соншалық өзімді бір сәт жүкті әйел сияқты сезініп, тұла бойымды билеген бақыт ернеуінен асып төгіле жаздайтын. Мұндайда менің бал-бұл жанған жүзімді көрген таныстарым, осы сен біреуге ғашық болғаннан саумысың деп сұрайтын. Мен басымды изеймін. Кімге? Болашақ сәбиіме деймін, даусымды естілер-естілмес етіп. Бақытыма көз тиіп кетпесін дегенім ғой. Қашан үлгердің? Жоқ, әлі жоқ. Бірақ болады. Таныстарым күлетін, бәлкім сыртымнан мені көрсетіп, саусақтарымен самай тұсын шұқылап та жүрген болар, кім білсін. Ал мен өз арманымның жақында ақиқатқа айналатынына сенімді едім. Менің алдымда енді ең ауыр жұмыс лайықты ер азаматты іздеп табу міндеті тұрды. Ол үшін мен отбасы бар жоғына қарамастан өзім білетін барлық еркектерді ойша сүзіп шықтым. Бірақ олардың бірін де іске алғысыз етіп тастадым. Өйткені мен баланы тек өзім үшін ғана дүниеге әкелгім келді. Ал оның әкесі мен кейінгі өміріме араласпауы тиіс. Сондықтан ол мені жақын танымағаны жөн. Мен де оған бауыр басып қалмауым керек. Ал бейтаныс жандармен ешқандай сезімсіз жақын қатынасқа бару қауіпті. Бірақ мен енді баласыз өмір сүре алмайтынымды түсіндім. Мен қайткенде де осы қадамға баруым керек еді. Сөйтіп жүргенде кезекті еңбек демалысына шығудың орайы келе кетті. Мен еш ойланбастан шипажайға жолдама алып тартып кеттім. Мен үнемі бір сәттік өтпелі қызық үшін шипажайға баратын таныстарымды айыптайтынмын. Бірақ енді өз арманымды іске асыру үшін өзім де осы жолды таңдауға мәжбүр болдым. Осы жолы мен табиғатымда жоқ қылық жасадым. Қысқа ашық киімдер киіп, оқтай түзу аяғым мен аппақ тамағымды көрсетіп, еркек кіндіктінің көз құртына айналуға тырыстым. 30-дан ассам да құлын мүшем бұзылмаған. Сондықтан әйелдік қулығым бірден ақ іске асты. Қылмыңдап жолымды тосқандар да аз болған жоқ. Бірақ ешбірі ұнамады. Тек 4-ші күн дегенде бір азаматтың мейрамханаға шақыруын қабыл алдым. Өзі менің барлық талаптарыма сай келетін сияқты. Жасы 40-тарға жақындаған, білегі тоқпақтай, жауырыны қақпақтай дейтін ертегінің батырларына ұқсамаса да, кең иықты, басқа қатарластары сияқты қарындарын салбыратып жібере салмаған, сымбатты, байсалды, артық сөзі жоқ, ең бастысы адамды сыйлай алатын зиялы адам көрінді. Асықпай әрі сөзін ойланып барып сөйлейтіні және әрбір әрекеті үшін жауапкершілікті өз мойнына алудан қашпайтыны ұнады. Бәрі мен ойлағандай болды. Қаланың у-шуынан алыс, қайыңды орман арасындағы демалыс, мөлдір су, жылы жағажай, айлы түн және жанның қалаған адам. Ешқандай жауапкершілік те, күйіп жанған сезім де жоқ. Бірақ жанға жағымды тәтті сәттер бірнеше күнге созылған. Әсерлі кездесулерден соң бір күні таң қараңғысымен жолға шығып кеттім. Жолдамамның уақыты біткеніне қарамастан қоштасуым қиындап кетеме деп қорықтым. Үйіме қайтып келген соң бірнеше күн өз-өзіме келіп демалып алған соң жұмысқа шықтым. Арада бірнеше апта өткенде мазам кетіп дәрігерге қаралуым керек екенін түсіндім. Ал 9 айдан кейін көптен күткен ұлым дүниеге келді. Кішкентай шарананы алғаш қолыма келіп ұстатқанда, оның кімге ұқсайтынын ойламауға тырыстым. Тек ақыры саған қолым жетті-ау, шынымен мен осыны істедім бе?
арманыма жеттім бе деп күбірлеумен болдым. Ал көзімнен ыстық жас тамшылары тоқтаусыз ағумен болды. Бұл бақыт жасы болатын, бірақ сонымен бірге бір түсініксіз беймаза күйде болғанын жасырмаймын. Алайда ол туралы ойламауға тырыстым. Арада 4 жыл өтті. Бүгін сенбі болған соң ұлым балабақшаға бармайды. Сондықтан көршімнің қызы кешке дейін қарай тұруға келіскен. Жолда сол күтуші қызға қызметі үшін бірдеңелер ала кетейін деп дүкенге соқтым. Сөмкемді тәтті-пәтті азық-түлікке толтырдым да тез-тез есептесіп ұлыма қарай асықтым. Күнде жұмыстан үйге жеткенше қатты сағынып қаламын өзін. Қазір алдымнан жүгіріп шығып мойныма асыла кететін ойлап езу тартып қойдым да жүрісімді одан сайын жылдамдата түстім. Осы кезде еңгезердей еркектің құшағында тұрғанымды кейін байқадым. Өз ойыммен жүріп, алдымдағы адамды аңдамаппын. Асығыссыз ғой қарындас, көзіме түсіп кеткен қалпағымды көтеріп, ұрса кетуге оқталып басымды көтере бердім де. Мен бұл кездесуді қалаған жоқ едім. Сондықтан оның құшағынан сытылып шығып, қаша жөнелгім келді. Соны сезгендей, ол қолтығымнан шап беріп ұстап, тырп еткізбей қойды. Тағы да қашып барасың ба? Баяғыда қашып кеткеніңдей, мені қыстық қалың тон мен көзіме дейін көлегейлеп тұрған қалпақтан қалай танып қойғанын таңмын. Сонда да берілмей, неге олай дейсіз? Мен сізді бірінші рет көріп тұрмын деп жұлқына бастадым. Мені ұмытпағаныңды көзіңнен көріп тұрмын. Жұлқынбай-ақ қой, деді ол қолымды босата салды. Мен енді қашудың ыңғайсыз екенін түсіндім де, кешір, бірден танымай қалдым. Мұнда қайдан жүрсің деп аңғалси қалдым. Мен енді осында тұрамын. Көшіп келгеніме бірнеше күн ғана болды. Енді қайттым. Мына адамнан енді қайтып құтылам. Ол ұлым туралы ештеңе біліп қоймауы керек деп ойладым да тезірек қоштасып кетіп қалуға тырыстым. Бірақ ол тағы да қолтығымнан ұстай алды. Жүр, үйіңе дейін жеткізіп салайын. Мен бас тарта алмай қалдым. Үнсіз барып көлігіне жайғастым. Егер асығыс болмасаң бір жерге барып отырсақ қайтеді, деді. Ол мен үйіме жақындағанымды айтқанымда. Рахмет, бірақ мен асығыспын, дедім жұлып алғандай. Түсінемін, өкінішті. Енді бұдан кейін қашан кездесерімізді кім білсін? Оның даусынан бір түрлі өкініш пен мұңды сезінгендей болдым. Осы кезде үйге жүр, қонақ бол деген сөздердің аузымнан қалай шығып кеткенін байқамай қалдым. Айттым да ішім қалтырап кетті. Неге бұлай істедім? Неге? Ол ештеңе демей жүксалғыштан менің азық-түлік салынған сөмкемді алды да соңымнан еріп жүре берді. Есік ашылысымен мамам келді деп жүгіріп шыққан ұлым әдеттегідей мойныма асыла кетті. Ұлың бар екенін неге айтпадың? Мен құрқол келдім ғой, деп қонағым ыңғайсызданып жатыр. Көршінің қызына рахметімді айтып шығарып салған соң ұлымды жерге түсіріп, балам бізге қонақ келді, оны Талғат көке деп атасаң болады, дедім. Ұлым осы сәтте ғана бейтаныс адамға көзі түсіп, оған қызықтай қарады. Талғатқа қарасам, ол да көзін алмай қадалып қалыпты. Бір кезде оның жүзі бозарып, көзі шарасынан шығып бара жатқанын байқадым. Түсінікті, ол бәрін де түсінді. Түсінбеуі мүмкін емес еді. Өйткені ұлым оның айна қатесіз көшірмесі болатын. Мен қорыққанымнан ұлымды көтеріп алып, түпкі бөлмеге ала жөнелдім. Осында әкеліп қамап қойсам, оны бір бәледен арашалап алып қалатын сияқты болдым. Бірақ ол бөлмеге кірісімен жұлқынып құшағымнан босап шықты да дәлізге қарай қайта жүгіріп кетті. Мен кеудемді ұстап отырып қалдым. Кеудемнен шығып кетердей болып аласұрған жүрегім ештеңені сабырмен ойлауға мұрша берер емес. Ал дәлізде ұлымның сыңғырлаған күлкісі тоқтаусыз естіліп тұрды. Бір уақытта олар бөлмеге кірді. Ұлымның кішкентай қолдары Талғаттың күректей алақандарында жатты. Біз танысып та алдық. Таңат, әдемі есім қойыпсың. Осыны айтқан Талғат ұлымның алдына тізерлеп отыра кетті де, екеуміз кейінірек ойнаймыз, ал қазір сен бөлмеңде азырақ отыра тұршы, жақсы ма? Менің апаңмен сөйлесуім керек, деді. Ұлым әдеттегідей қыңқылдап мінез көрсетпей, бірден басын изеп бөлмесіне жүгіріп кетті.
Талғат менің жаныма келіп отырды да, сонымен енді не істейміз деді. Ол менікі, тек қана менікі. Бізге ешкімнің керегі жоқ деп айқайладым. Ол сол кезде демек керек болған екенмін ғой. Сараптама жасатамыз ба деді Талғат, қабағын түкситкен күйі. Жоқ. Болды, тыныш, баланы шошытасын деді. Ол дірілдеген қолдарымды саусақтарымен қысып, осы сәт бойымның қалшылдағаны аздап басылғандай болды да, кетші, өтінемін, кетші дей бердім жасыма тұншығып. Сыбырлай сөйлеп, жоқ, енді сен жалғыз шешім қабылдай алмайсың. Енді біз үшеуміз дауысқа салайық деді де Талғат, балам бері келші деді дауысын азырақ көтеріп. Ұлым осыны күтіп тұрғандай бірден жүгіріп келді. Талғат оны көтеріп алып мойнына отырғызды да, балам, сен менің өзіңмен бірге қалғанымды қалайсың ба деді. Я, деді ұлым. Шаттанғаннан екі аяғымен Талғаттың кеудесін төпелей бастады. Ертең де, арғы күні де, одан кейін де. Міне, көрдің бе, біз екеуміз, ал сен жалғыз. Талғат өз жеңісіне масаттана қарады. Балам, апаң бізге тамақ бере ме жоқ па? Біздің қарнымыз ашты ғой. Солай ғой. Иә, ашты деді. Ұлым оның сөздерін қайталап. Мен көз жасымды сүрттім де амалсыз ас үйге беттедім. Ештеңені түсіне алатын халде емеспін. Бір сағаттың ішінде бар өмірімнің астан-кестеңі шықты. Енді ештеңені өзгерте алмайтыным анық. Не болса ол болсын, одан кейін не болғаны онша есімде қалмапты. Әйтеуір ас ішіп оны-мұны әңгіме айтқан сияқтымыз. Ұлымды жуындырып ұйықтауға жатқыздым. Бірақ ол ертегі айтып бер деп қыңқылдап ұйықтамай қойды. Алдымен мен, сосын әкесі ертегі айтып берді. Сосын екеуміз ғана қалдық. Талғат бір жолақ жанымызда қалды. Отбасымен сол алғашқы кездескен кезімізде осыдан 4 жыл бұрын ажырасқан екен. Араларында бала болмапты. Талғат сол кезде ақ мені ұнатып, маған үйленуге ұсыныс жасамақ болған көрінеді. Ал мен қоштаспай кетіп қалдым. Ақыры бізді тағдыр қайта тоғыстырды. Бұл менің өзім таңдап алған тағдырым болатын.